Барлығына сәлем. Бүгін жексенбі, воскресенье, бүгін Ялова деген қалаға бара жатырмыз деп айтып жатырмын. Самолет ұшқаннан кейін даусым дұрыс естілмей қалыпты. Қырғыз досымды ертіп алып, ошын сол қалаға кетіп бара жатырмыз деп айттым. Если что, билет сатып алдық. Енді кемеге қарай бара жатырмыз Яловаға. Мына адамдардың артынан еріп алсақ, жетеді деп ойлап отыр. Но білмеймін. Точно болса барамын. Короче, мынамен барамыз. Мынау не кемеге ұқсамайтын бірдеңе ғой. Мына кемеде мынандай машиналар өте береді. 588 адам, 112 машина сыяды екен. Ё-моё. Қазір Яловаға кетіп бара жатырмыз. Қырғызды да оятып алып. По идее біз ана жерде Пенчик Марин деген жерге баратқанбыз, ана жерде завтрак ішуге осы жерде. Бірақ жолда ойланып қалдым, Яловаға бар керек, зачем деп 45 минут екен. Қазір мына жерден бір кофе, завтрак бірдеңе ішіп алу керек. Кафеден осындай зат алдық. Қандай сол жақсы. Енді жеп отырмыз. Барғанша 45 минут өтеді. Чай ішіп алайық. Ана жақтандай. Ё-моё, көрмеді екен. Ерлан қандай? Короче, кетіп бара жатырмыз. Андай теңіздің үсті тұманлы болып тұршы. И кайф. Ема телефон қолынан түсіп кетер зат. Мүмкін погодаға байланысты может қаламыз бүгін. Либо кешке қарай қайтамыз. Барғаннан кейін көреміз. Мынандай бейт. Анау қалаға барамыз. Мына жерде машиналар да осылай жүре береді. Короче, біз Яловаға келдік уже. Қазір атын жерге бара жатырмыз. Короче, жана шай ішіп алғанбыз ғой. Енді ё-моё, пешеходтан өтіп кетіп сол ана жақтан кетіп бара жатырмыз. Торговый центрға кіріп шығайық дейді. Зараға барамын дейді. Зара жоқ біз. Сет жоқ деді. Мынандай аталар бар, орех сатып отыр. Анандай кісілер бар екен. Біз ана жаққа барамыз. Мына камера жақсы болды. Смит сатып отыр, мына кісілер. Ё-моё, қасым жан. Тема, мынандай гүлдер сатып отыр. Лимон өсіп отыр ғой, қараш. Limon өсіп отыр. Түк көрмеген адамдарымыз ғой андай. Андай өмірінде живой лимон өсіп тұрған жерді көрмеген адамымыз ғой. Қазір мұнда келдік. Потом мына жақта теңіздің жағасында тамақ ішетін жер бар. Сонда барып тамақ ішеміз. Қазір үшін банкоматқа барып ақша сыймай кету керек. Мына торговый центрдің ішінде. Өзімізбен қатарлас кісілермен келе жатырмыз. Мынандай сосын мынандай қатарлас. Мынандай аламын дейді, мынандай мотоцикл аламын дейді. Документі жоқ. Алам деп күш бермейді. Не правасы жоқ, не икаметі жоқ. Айтып ютубқа салған кезде сен ұстап алып кетсе. Магазин мынандай бірдеңе бар. Андай басың айналып андай болып кетсең, кумарит етіп кетсең. Қанша? 900 дейді. Магия утра дегенді оқимын дейді. Айтып жатырмын, ерте жатып, ерте тұрасың деген кітап. Все, соны полный ана кітап бойынша айтады. Яловаға басқа қалаға кеп, орысша кітаптар қарап отқанымызға қалай болды? Алматыға, Қырғызстанға бәлен рет барып. Самолда жоқ по-моему, бар ол неде? Жебакерде бар, но бағалар бірдей, мен алған. Короче, екі кітап алдық. Николас Спаркс и Лев Толстой, Анна Каренинаны оқимын дейді. Детский травмам бар дейді, бітіре алмаған мектепті.
Мен аны жақсы кітап деген алғым келіп жүрген. Үйге барғанда мен саған беріп. Өтірік алып, менен тартып алғысы келіп отыр мына кітапты. В общем, кітап алдық. Енді басқа бір жаққа барамыз. Тамақ ішуге, наверное. Осындай парк бар екен. Ана жерде отырып шай ішетін жерлер бар екен. Мына жақта уже теңіз. Қазір бір жаққа баратырық. Жақсы бірдеңелер бар ма екен деп. Мынау андай задний бере беретін болған ғой, последний уақыттар бар ғой. Жоқ, қандай аттракционға отыр ғой. Артқа тартады. Бірдеңе істейік десек задний бере береді. Аттракционға түспей не қой, неме? Ё-моё, немен қорқып отырсың? Последний раз болатымен түскенде капец қорқып. Сен өз страхыңды жеңу керексің. Мына жақта міне аттракциондар бар. Мынаны ұрасың ба? Не осында ғой. Ұрайық. Размах даже. Да. 2,5. 2600. Рекорд тут сколько? 2900 екен. Достар, болмай қалды. Не фартанулы, кете берейік. Мына жақта аттракциондар. Ана жақтан барамыз ғой. Әне. Мына жақта да нормально екен. Осындай жерлер бар, там бұл дейді. Кетіп барамыз. Мына жерде менің алғым келетін мотоциклет бұрын Харлей Дэвидсон деген тема екен. Мынандай. Біз қазір Ялова Сахилге келдік. Мен мысалы балық деген балықтан завтрак ішеміз походу. Пока мына жерге Сахилді көрейік деп келіп жатырмыз. Пешком жүріп кішкене. О, тема екен. Қандай екен? Ерлан телефоныма көрімдік деп мынандай голубойский алып беріп отыр чехолды. Специально осындай таңдап алып, прозрачный алып бермеймін. Başka yok ki. Өтірік айтып отыр. Abi başka renk var mı? Daha hiç gelmedi. Hiçbir şey gelmedi burada. Al şunu. Голубой свет беріп отыр. Мына жер тема екен. Осында әдемі жер бар екен. Қазір анау көпір жаққа барамыз. Мына жақта особо ештеңе жоқ. Қазір мынандай кепка алдым, арзан екен. Снэпбэк аламын деп жүрмін. Өстіп киіп жүретін. Әйтпесе шашым албыр жыбыр болып быт болып азая уже. Қазір мен мына жерде үйректер жүріп, соны көрсетейін. Мынандай күшті болып жүр мынандай кісілер. Үйрек емес екен ғой мынау. Мынау үйрек походу. Иә, мынау үйрек екен. Тұрысы зор ит екен, қозғалмайды екен. Родной. Қозғалды. Artık mostan var ama. О, мына жерде қыз күлесі бар екен. Қыз күлесіне бара алмай жүр едік. Как раз бардық, көрдік, қыз күлесін көрдім. Ерланға қыз күлесін көрсеттім. Короче, семерка тауып алдық мына жерден Яловада. Мынандай семерка. Жүріп тұрған машина ғой, біреудікі ғой. Ерлан бірінші ашқым дейді ғой, махаббатым дейді. Ben başka bir renk. Қырғызға контент істеп берем деп осындай жерлерді көрсетіп әкеліп отыр. Ялова Сахилдеміз. Құлап түссе бір жестко контент болатын еді. Мына жер тайып құласа, жалп ете қалса. Мына жерлер Анталияға ұқсайды екен. Бірдеңе көріп отыр мына кісі. Қазір біз бағана ана жерде тамақ жейтін жерлерді ничего алдыңғы жақта бар деп сол жақтан ішпей жүре бергенбіз ғой. Қазір уже мына қаланың шетіне келіп отырық па білмеймін. Андай жерлер. Бірақ жақсы екен, жүріп кішкене демалып, дофамин көтеріп, кортизол түсіріп деген сияқты кемар болып. Мына кісі әбір жеп отыр. Осы аптасы жаман өткен сияқты. Біз қазір шашлык жеп отырмыз. Теңіздің жағасында мынандай. Мына телефоны қолынан түспейді. Осындай тема. Бір очкисіз түрімді көрсетіп қойын. Осындай очкисіз тема.
общем қатты жерлерге бармадық, жаңбыр жауайын деп жатыр. Сол үшін қайтатын болып шештік Стамбулға. Қазір 5-те обратно кеме жүреді, соған үлгереміз деп ойлап жатырмық. Тамақ ішіп, бір чай ішіп кету үшін келдік, и кітап алу үшін. Но көруге стоит. Bir келуге болады андай бір қатты не жоқ. Адамдар нөмірлері рахат. Андай Еуропа жақта не деген жерлер бар, Bakırköy деген жерлер. Сол жақтың сахилдеріне, жағажайларына ұқсайды екен. Осындай кайф. Үшін біз кемеден қалсақ қалып кетейік дедік та. Мынандай жерде отырып, жатып, чай ішетін болып шештік. Короче, мынандай жерде чай іштік жана. Данан оплатасын жасап жатыр. Қазір кеш болды, біз қайтып бара жатырмыз. Бірақ бұл жақта өмір енді басталып жатыр. Адамдар көп, өте романтик. Лондон деген жер бар екен. Шай ішіп, демалып отырады адамдар. Қазір зум жасайық кішкене. Осындай. Бізге қайту керек. Күн салқындап кетті, еще ертең жұмыс. Айтпасақ болмайды. Ана жерге жаяу қазір 15-20 минутта жүріп барамыз. Кемеге отырамыз. Короче, ана жерде мусорный ящиктер ма қалай? Мусор салатын жерлері. Бұндай дерзкий екен. Не? Маған мусор тастайды. Ерлан, секір. Қызық екен. Еще мен сүйікті машинам алғым келетін. Осындай алам, көріп отырыңдар. Қазір 2024 жыл. Мен жаңағындай алам дедім. Саламсыз бәлен жылдан кейін алдым, міне қараңдар. Мен гершекшімін ғой кішкене. Парочкалар. Безде. Ерлан, қолыңда кеш. Беріп отыр. Біз кетіп баратқанымыз ғой. Жолда халық базарын көріп қалдық. Халық базары деп аталады. Соған кіріп шығуды жөн көрдік. Мына жерде сразу гүл сататын жер бар екен. Гүлдер, мынандай базар. Дәу екен, қазір қайтпай қалып жүрмейік. Біз қажет, ештеңе алатын ойымыз жоқ еді. Кітап алдық. Қазір мына жерден тағы да бірдеңе алып кетсек, таң қалмайды. Екі сумкамен кетіп бара жатқан шығармыз кемерде. Адам көп енді. Бағалары Стамбул сияқты. Мынандай аласыңдар ма? Заказ бердіңдер что? Аяқ киімдер. Ема. Футбольный форма. Аль-Насыр аласың, Аль-Насыр. 250 abla, 250. Ол моретқа кіріп шыққан. Ема. Мынау кәдімгі барахолка сияқты базар екен. Қандай? Жолда біреу ұрып, бірдеңе остан қалмай. Ана жақта джинсылар бар екен, Zara дейді. Асыл адам жоқ. Кәдімгі өзіміздің базарлар сияқты базар екен. Біздің бөлге базар. Әйелдердің киімі ана ғой. Ары қарай торговый центр. Екеуі бір-біріне қосылып кеткен ғой, базар мен торговый центр. 350 лира деп. 350 дегеніміз 4500 6000 теңге. Толстовкалар бар екен. Мындай. Вроде болды. Бар ма екен? Пальто көремін дейді. Сен де тура осындай жоқ па?
Башка светте ғой меники. Қазір пальтоны не істейсің? Жаз болып жатыр ғой. Жок, суық қой. Қайдағы суық? Ерлан, сенің мерің қара. Ерланның мер. Мынау мер. Алтын жер. Так. Все, болды, базар осындай. Дальше ештеңе жоқ. Біз қайтып бара жатырмыз. Кемеде вообще орын жоқ деді. Әрең андай түрегеп тұрып бара береміз. Бізге орын керек жоқ деп. Анау қырғыз сол үшін қырғыз менен бұрын келіп қалды. Мені күтіп тұр ана жерде өзінше болып. Мен қайда мен бармаймын қазір. Звондап отыр маған звондап отыр. Иттіне менен бұрын кетіп қалған ғой. Оңбаған әне тұр. Geminin sağ ve sol çıkış merdivenlerinin altlarında valizlikler mevcut olup valizlerinizi bu bölmelere yerleştirmenizi ve değerli eşyalarınızı yanınıza almayı unutmamanızı rica eder. İyi yolculuklar dileriz. Dear passengers, there are luggage racks under the left and right exit stairs of the ship. Please place your suitcases in these compartments and do not forget to take your valuables with you. We wish you have a good journey. Кино. Şu тұрғанын қарашы. Оңбаған екен. Жүгіріп кетіп бірінші болып кіріп алды ше. Андай передний камераға өзін түсірген бір түрлі екен. Задний камераға түсіріп үйреніп қап. Уже қайтып бара жатырмыз. Орын жоқ. Түрегеп тұрамыз. Нөру 7-де кетсек болатын еді, по идее 2 сағаттан кейін отырып адам сияқты кетейік деп адам. Ойбай кететін адам. Осыдан бұл түрегеп барамыз. Орын жоқ. Яловадан кетіп бара жатырмыз. Короче, не болып жатыр ше. Объявлениені айтып жатыр. Тоқтағанша жүсемендер деп. Тұрмаңдар орындарынан деп. Адамдар бәрі тұрып астына түсіп кетіп жатыр. Біз заңға бағынған адамдар деп. Короче, Стамбулда сайлау болып жатыр. Райондық сайлау. Мына жерде Мұрат Құрым деген кісі өзінің атын продевать етіп жатыр. Қазіргі біздің районның несі қалай айтады? Не деп айтады? Район бастығы, то есть әкім, да, әкім района бізде қазір Ахметчин деген кісі. Әне мен мына жаққа көшіп келгеннен бастап осы кісі бір жаманшылық көрмедім. Ахметчин қала берсін, сайлау болса қатыса алмаймын, но бәрібір. Міне, мына жерде тіркеулер жүріп жатыр. Мұнда микрофон, наверное, дұрыс дауыс жазбайтын шығар. Просто слишком көп адам дауыста қатты. Короче, күнімізді өстіп бітіретін болып жатырмыз. Мынау томбик донер, мынау дүрім, ет. Чорба? Вообще непонятно. 7 күнде емес қой.